Так, счетымызда $7,992 бар. Біздің мақсатымыз $10,000 жасау. Осы бүкіл қазіргі тұрған ақшаның барлығын $100 бастап таптық. Бірақ өкінішке орай кеше өзім жасаған торговляда минус ұстап қалдым. Көріп тұрғандарындай бір $1000 минус ұстап тұрмын. Сол минусты қайтарып, көптен күткен өзіміздің $10,000 жету әрекетіне кірісетін боламыз. Бүгін выходной, суббота, сағат бізде 14-тен 9 кетті. Ал енді кірісетін боламыз. Өздерің білесіңдер, ер шегіспей бегіспейді дейді. Мен өзімнің характерім бар. Егер де менде бір сәтсіз ситуациялар болса, мен одан шықпағанша қайтпайтын адаммын да. Жалпы табиғатым сондай да менің. Ал енді кірісетін боламыз. Дәл қазіргі біз $200 деген қасына мен 1-0-ді қосып жіберетін болам, потому что агрессивный торговля істемесем болмайын деп тұр. Енді өзіміздің заветный, $10,000-ға қадамды жасайтын боламыз. Давайте енді ситуация іздеп бастайық. Менің настройкаларымды көрсетіп жібере салайын. Қараңдар, бізде таймфрейм 1 минутта тұр. Сделка ашу сомасы $2,000-ға дейін көтердім. Кәдімгідей қатты рисковать етейін деп тұрмын 1 миллион теңгемен. Бізде 1 минутқа сделка ашылатын болады в целом. Ал енді ситуация іздеуге кірісейік. Бір нақты әдемі ситуация болса, бір сделка ашып бастап көруге болады. Кеше енді минус болған себептерінің бірі сол өзімнің телеграм каналымда түсіндіргендегідей non-farm болды. Айдың бірінші жұмасында маңызды экономикалық жаңалықтар шығады. Олар бізде кез келген нарыққа өзінің бір септігімен әсерін тигізеді. Сонымен бізде жегізіп тастады. Мағанша жеп қалдым да енді. Ол жеп қалу бәрінде болады. Ничего страшного. Трейдинг болғаннан кейін ондай болып тұрады жалпы. Давайте қазір осы евро-USD ортасы валютная парасына үңілейік, қарайық. Бізде астың жақтағы ликвидность шешіліп тұр қазір. Свеча қалай жабылады көрейік. Так, бізде разворотная формация шықты. Давайте бір сделка жоғары қарай ашып көрейік. И уже в целом қарайық бара ма екен, әлде бармай ма екен. Бізде жоғары ашқан себепті білесіңдер. Мен постоянно қолданатын стратегиямен сәйкес, яғни соған сүйеніп мен сделкамды жоғары қарай деп аштым. Бұл бізде разворотная формация, яғни бағаның разворот жасайтынның белгісі пайда болғаннан кейін мен өзімнің сделкамды жоғары қарай деп $4,000-ға аштым. Ал енді результатты көретін боламыз. Пока что баға бізде астыңғы жақта жүр, 28 секундтай қалды. Енді байқасандар бізде жоғарғы жақта кәдімгідей баға біраз уақыт құлап жүрген ғой. И развороттың болмағаны көп болғанда. Ол да бір негізі бағаның, скорее всего, разворот болатынның бір көрсеткіші болды. Просто рынок маған повод берді, И мен өзімнің сделкамды ашып жібере салдым да. Рынок повод бергеннен кейінше. Ал енді қарайық, 9 секунд қалды. 3, 4, 2, 1. Ай, хорош! $4,000 сделкамен шықты. Енді кәдімгідей қатты рисковать еттік. Бір жағынан енді кеше, конечно же, кәдімгідей көңіл күйім түсіп кетті. Орныма рынок мені қойып тастады кәдімгідей. Тіштіртіп жібердім, ойындау керек. Унижение ұстап қалдым, Ондай ситуация енді, ондай моменттер көп болмаған тұғын. Енді өзім сол не тот уақытта, яғни қалай айтсам болады, не в то время, не в том месте был, да, И осы сол нәрсе, мені кәдімгідей ызаландырған тұғын кешеше, Non-farm деген нәрсе қиын ғой. Ол нәрсеге де көрдіңдер ғой. Егер де рынокта ситуация көт болса, прям мал ситуация болса, онда даже менің өзім, опыты бар адамның өзі тышып қалады, тышытып жібереді рынокшы. Так что ол нәрсеге сол дайында болу керек та. А так в основном қазір енді $4,000 рисковать етіп, яғни 2 миллион теңгедей примерно рисковать етіп, біз қазір әрқайсысынан сделкаларымыздың $1,840 таптық. И қазір енді біздің заветный $10,000-ға жеттік. Құттықтап қоя берсеңдер болады. Бізде артығымен, яғни $11,642 тұр. Мен көтіме приключение керек. В целом $100 бізде бастаған тұғымыз, осы әңгімені барлығын бізде $100 бастаған тұғымыз, осы әңгіменің барлығын. Қазір бізде $11,672 бар. Енді есептейік. 11,672 минус $11,572 шығаратын боламыз дәл қазір. И қайтаран $100 бастайтын боламыз. Я это заслужил. И я имею право вот так сделать. Вот так поступить, да. Қайтаран мен сендерге дәлелдейтін боламын. Бірақ главный сендерге дәлелдеп бердім $100 осылай $11,642 жасауға болатынын. Бірақ жолымыз тернистей болды, қиындықпен өтті. Бірақ сонда біз справились, да. 11,572 қазір шығады. 572 бізде шығады.
адресті қоямын и кеттік. Өздерің көріп тұрғандай мен постоянно ақша шығарып жүрмін, шығарып отырамын и мынау көріп тұрғандарында бізде 5 страница осындай выводтар толып тұр. Күнделікті өздеріңнің табыстарыңды осылай тауып шығарып отырсаңдар болады. Бұл жердегі енді сендер тап болатын қиындықтар, пока новичок кезде минустар, одан бөлек сәтсіздіктер, білімнің жоқтығы, ошибкалар да. Но олардың барлығын жеңіп шығуға болады. Барлығы өз уақытымен. Хайыр. И осындай бір енді керемет нотамен $100 торговлямызды аяқтайтын боламыз. Баршаларыңа осындай табыс, осындай выводтар жұғысты болсын. Құттықтап қойсыңдар болады. Баршаларыңды жақсы көремін. Сендермен бірге болған Fast Money Forex енді $100 қайтып жұмыс жасайтынды көретін боласыңдар. Сау болыңдар.